Сенсациялық жаңалық, Ақерке мен Сержан тауда түнеді ме? Бұл шындық па, әлде өсек пе? Күні кеше әлеуметтік желілерде қызу талқыланған оқиға орын алды. Ақерке мен оның жігіті Сержан тауда демалып қайтты. Бірақ ең таңғаларлығы, олардың түнде қайда болғаны туралы нақты ақпарат жоқ. Бұл жай ғана достардың саяхаты ма, әлде бұдан да қызықты жайттар болды ма? Мына мисс қыз жүр ғой, мисс қыз, ё-май, Ақерке деген. По факту мисстің. По факту мисс, халықтың мисс емесін дейді. Мына жерде мисстің болашақ жан-жары база жоқ сәке. Иә. Өзің ойладың ба мысалы? Қосылайыққа барып жүрген кезде осы уақытта бір 6-шы маусымда мисс қызбен бірге жұп болып осындай өмір. Армандамады да. Ойламаған. Ойламады, бірақ армандайтын. Армандпаз. Аяғы сынса да сағы сынбай Даканса барған. Сәкен красавчик. Ақерке молодец енді. Менің арқам деп айтайын деп, менің вообще қатысым жоқ. Оқиға былай басталды. Ақерке, Сержан және олардың достары Айбек пен Эдуарда табиғат аясында демалуды шешті. Олар тауға шығып, керемет күн өткізген. Бірақ осы сапарға қатысты ең үлкен сұрақ түнде не болды? Куәгерлердің айтуынша, жастар кеш батқанша бірге жүрген. Алайда түн ортасында олардың қайда болғаны белгісіз. Кейбір деректер бойынша Ақерке мен Сержан бірге қалған. Бірақ бұл ақпарат қаншалықты шындыққа жанасады? Бұл оқиғаға қатысты әлеуметтік желі қолданушылары екіге бөлінді. Біреулер жай ғана достардың демалысы десе, енді бірі Ақерке мен Сержан шекарадан өтті деген пікірде. Бірақ нақты ешкім ештеңе айта алмайды. Бұл оқиғаға қатысты пікірлеріңізді қалдырыңыз. Біздің арнамызбен бірге болыңыз, ең қызықты жаңалықтарды бізден біліңіз. Біздің комнатқа мисс кіріп кетті. Дубайдан келген. Сен қандай миссің? Оригинал мисс па? Единственный и неповторимый. Бөлек қой. Жалғыз оригинал. Бөлек. Бұл жақта шалы бар. Даже рахмет, мен де сені қатысы бар. Не дейді? Шалы бар дейді. Қойшы, міне мысалы мен шалым. Шал. Даже коронасы бөлек.